Қайырлы күн, құрметті тыңдармандарым. Каналыма тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сиясы кеппеген әңгімемнің тақырыбы залым ғалым. Екінші қабаттағы терезеден төмен қарай маңғаздана қарап тұрды. Көк мұзға тайып, алқам-салқам болып асығып келе жатқан Ерболды көріп тіпті тәкаппарлана қалды. Езу тартып өзіне мәз болып қояды. Өзін бір жеңіске сезініп тұрғандай ма? Қалай? Осы бір орта бойлы, қара шашты, бедай өңді елдің бойында қаншама зұлымдықтың тұнып тұрғанын кім білсін? Ел көзіне мақтаулы ақын, намысты қайраткер, мықты ғалым көрінгенімен, ішкі жан дүниесі қара энергияға шырмалып, сайтанның өзін сан соқтырар әккілігі қанына сіңіп кеткен. Бойын тез жинап алып, жұмыс столына отыра кетті. Басын төмен ұстап, жанашыр қолдаушының кейпіне еніп: Ерболжан, келдің бе батырым? Ер жігіттің басынан не келіп не өтпейді? Бала белде, қатын жолда деген қамық па? Әлі-ақ өз теңіңді табарсың деп, көз айналып, өң жоқ, түс жоқ бұған алқына жеткен Ерболға. Ол да екі көзі жасаурап, осы бір жетекші апайының жылы сөзін естуге аптыға келгендей. Иә, дұрыс айтасыз. Қайтем енді? Мақала жазылды ма, апай? Чота кейінгі кезде қолым жүрмей кетіп еді. Компьютерге тере қоятын бірдеңе бар ма? Енді өзімді тек осы жолға арнаймын. Не тапсырма бар деп батылдана түсті. Жарайсың, ақылың бар жігітсің ғой. Мақала күте тұрар, кеттік, шай ішейік. Түнімен жобаны дайындап ұйықтамадым. Осы жолы қалай болса да конкурстан жеңуіміз керек, дұшпанға таба болмай. Екеу бірінші қабаттағы асханаға келіп отырды. Не ішесіз, апай? Кофе болса ұйқын ашатын. Өзің де жақсылап тамақтанып ал. Түстен кейінгі магистранттарға менің орныма сабақ бересің. Бүгін ана бір торғайлық ақынсымақтың мерейтойы, шақырған жерден қалма деген, мен сонда болам. Ерболдың даусы баяу шығып кібіртіктеп: апай, соларды қайтарып жіберсек қайтеді? Түстен кейін машинаның дөңгелегін ауыстыру керек еді. Әй, қой, бүгінге отыра тұр. Анау главный корпусына диспетчерлер тексеріп қалса, онсыз да аяқтан шалушылар көп. Айналдалардың бәрі жау. Жақсы, деді ақырын ғана Ербол. Ішінен апайына залы болғанмен түр бермейді батырың. Өткен жолы магистранттарға дәріс оқимын деп ұятқа қалған. Олар жан жақтан сұрақты қарша боратып есін шығарған. Қара терге малшынып, ыл мен ыңды айыра алмайтын докторант ағайлары ақыры ұлдардың қолын қысып, қыздардың мақтауын асырып әзер құтылған еді. Осы жылы да солай болмасына кім кепіл? Асқазанға ел қонған соң апай екеуі жайланып отырып әңгімелесті. Үйде не істейсің? Ол қатынға ештеңке ұстатпа. Кетсін, арсыз, деді апайы. Білмеймін, әкесі келіп жүктерін алып кеткен. Үйді бөліске салуға тура келіп тұр. Басында айттым ғой саған. Маған соның көзі ұнамаған. Махаббат не істетпейді, алтын апай. Көзің соқыр болды ғой сенің. Басың айналып. Басыңды дуалап алған точно. Иә, дұрыс айтасыз, басым айналып қалды ғой. Дегенмен әулиесіз ғой, әулие. Өзіміздің секретарша Айнұрды алуың керек еді. Қайдағы бір бәлеге жоғылып қалдың. Өзімен кетсін деп, апайы қос сөмкесін алып жинала берді. Маған такси шақыра салшы. Осы беттен шығып кетейін, ел көзіне көрінбей. Ерболда жан бар ма? Басын изеп төменшіктей берді. Апайының бұндай тапсырмаларына әбден үйреніп алған. Бет-бетін шай ішумен арлы-бері жүрісі осының мойнында. Онда тұрған не бар деп қояды өзі де. Зато мақаласы жазулы, кафедраның есігі айқара ашық, оны-мұны той-томалақтан қалдырмайды мұны. Былайша айтқанда, зеленый свет. Бәрі осы апайының арқасы. Ертең доктор атанып, ел қатарлы биліктің тізгінін ұстайды. Апайының айтуы бойынша ажырастым деп төменшіктейтін емес, арсыз әйелден құтылғанына шүкір. Ертесін апайы жүзі бал-бұл жайнап кафедраға кіріп келген. Айттым ғой әне, бәле қуған бәлеге жолығады деп. Ана Алманың ұлы машинасымен кісі қағып істі болып жатыр екен.
О тоба, айттым ғой деп жақтас әріптестері Сәния мен Баршынға қарап. Олар да, иә, естіп жатырмыз деп жымыңдап қояды. Шай ішейік, менде сарқыт бар. Кеттік апай, айтатын әңгіме көп. Ана бір докторантым келмей тұрғанда ішіп алайық. Өзі бір дөкейдің баласы дейме, сыздана сөйлеп, маңғаздана қарайтыны бар, деді Сәния орнынан атып тұрып. Ол дөкейіңнің баласын орнына қоярмыз. Кім екен сонша? Бірақ онымен жылы сөйлес. Бізге керек адамның бірі сол. Сол топтан ақша жинатпай-ақ қойсақ қалай болар екен? Жоқ, сен олай жаман үйретпе. Берсін ел қатарлы, деп Алтын апайы қабағын түйді. Бұл үшеуі осы кафедраның гүлі боп алған. Ақ дегендері алғыс, қара дегендері қарғыс. Өздеріне ұнамайтындарды бөлектеп, қарсы сөз сөйлегендердің берекесін кетіретін әдеттері тағы бар. Жанында отырған Сәния 40-тан асқан. Қай жерімнен мін таптың дегендей сызыла қарап, өзінше бір кербездене қалатын жалғызбасты әйел. Бетінің ақтығын бұлдағандай, еркек атаулыға наздана сөйлегенде барлығы құрдай жорғалап, мәймөңкөлеп қалатын еді. Ал қарама-қарсы отырған Баршын 50-ге тақаса да соқа басы сопиып, елден мін тапқыш, адам баласын жақтырмайтын, қабағы бір ашылмайтын кәрі қыз. Не бай, не құдай алмады оны да. Алтын апай, осы жолы конкурста жеңеміз бе? Не хабар, деді екеуі. Иә, жеңеміз. Берсе қолынан, бермесе жолынан. Сөйлесіп қойдым алдын ала. Ана Алманың жұмысын мүлдем жарамсыз деп қайтаратын болды. Көрейік енді әуселесін. Алтындығы плагиат деп көкке шаншылып еді кеңесте. Менімен тірескеннің ақыры осы, деп апайлары кектене. Екеуі үнсіз отырып қалды. Иә, бұлар біледі. Апайының қадалған жерден қан алатынын, ойына алған қастандығын іске асырмай дамыл таппайтынын. Ондайда оны еш нәрсе тоқтата алмайды. Екі көзі қанға толып, жүзі сұрланып, тамырлары адырайып кетеді ондайда. Дәріс уақыты болып қалыпты апай. Мен ана староста Данаға ескертіп қояйын. Группаңды мықтап ұста деп. Әйтпесе ашық ауыздары айтып отырып жүрмесін, ақша жинап жатырмыз деп. Иә, ескертіп қой. Қайсы күні сол қызды мына қонақ үй жақтан көрдім. Жанында бір жігіт бар, деді Алтын апайы. Сәнияның көзі бағжаң ете түсті. Бәсе, сол қыз кейінде бөлініп жүр. Ай, сіздің де көрмейтініңіз жоқ екен, деп кете барды. Бір ойы мүмкін рас шығар десе, екінші ойы Алтын апайының қиялының жүйрек екенін тағы біледі. Бұлардың арасында айтылмаған сөз қалған ба? Кейде кафедрада шай ішіп отырып, әріптестерінің, тіпті студенттердің жеке өмірін талқылауды жандары сүйеді. Ондайда Алтын апайлар тіпті белсенді. Ол бір қайбір жетіскен әйел дейсің. Жүр ғой күйеуінің арқасында балқып-шалқып, деп жағдайы тәуір біреуін сөз етсе. Докторанттарын бағындыра алмайды сол Айжаның, сөз өтпей. Маған берсе сол шөп-желке қыздарының мойнын жұлып алар едім, деп әріптесінің сабырлығын өзінше әлсіздікке балайтын. Сол қыздары қайбір жетіскен дейсің. Маған мүлдем ұнамайды, бүлініп кеткен секілді, деп өзінше жорамалдайтын. Мұндай шай ішулерде ғылым жаңалықтары туралы сөзден көрі, осындай ұсақ-түйек қыстырма жел сөз көп айтылатын. Үшеуінің басы біріксе алынбайтын қамал, шешілмейтін мәселе қалмайтындай болатын. Ұзақ елді талқылап түгендеп шыққан соң, жаңартылмаған сарғайған дәріс қағаздарын ұстап аудиторияларға сүңгіп кететін. Бүгін Алтын апайы тағы елден ерте келіп алған. Оңашада өзіне жау санайтындарды тұқыртып, қастық қылудың жолын ойластыратын еді. Ербол, мені сауда ортағына апарып тасташы, деді таң атпай телефон соғып. 1 сағаттарда кел, күтем. Терезеден көз тастап еді. Тағы да жеңіл күртесінің түймелерін салмай, бұрқыраған қарлы бораннан ығып келе жатқан Ерболды көрді. Өзі сыптай жіңішке жігіт ұзара түскендей ме, қалбалақтап әзер келе жатыр екен. Былайша Ербол жаман жігіт емес секілді. Ортаға сыйлы, көпшілікпен тіл табысқыш.
Апайының барып кел, шауып кел жұмыстарының көбін өз мойнына алған. Ғылымда тек мақала жазу, іздену, түрлі конференцияларға қатысу, доктор атанудан бөлек жетекшінің көңілін табу деген бар екенін ерте түсінген жігіт. Ал түсінбегендерге кафедраға кірмек түгілі еркін жүруге, сөйлеуге тыйым салынғанын біледі. Үдеден шықпағандар әлдеқашан Алтын апайының черный списогына еніп кеткен. Жел сөздің шебері апайы өзі жақтырмағандарды бөліктеп, елдің теріс пікірін туғызуға жанын салатын. 3-ші курсқа келгенде тіл алғыш Ербол өзгеріп сала берген. Сол жылы осы университетте оқытушы болып істейтін Алуаға үйленетін болып шешті. Ай десе аузы, күн десе көзі бар талдырмаш келген әдемі қыз көпшілік ортада абыройлы, білімді жас маман болатын. Ұзын құлақтан жеткен хабарға Алтын апайы әсте қуана қоймаған. Оңашада: Ерболжан, жақсылап ойлан, үйлену оңай, үй болу қиын деп өзінше ақылын айтқан еді. Ал Ербол болса: «Я апай, жақсылап ойландым. Осы қыз маңдайыма жазылған болар» деп албырт ғашықтық сезімін жасыра алмай қуанышты үнмен тіл қатқан. Екі жүрек бір-бірін тапты деп бүкіл университет думандатып, тойлатып, ақ тілектерін жаудырып жатты. Төрде апайы құрметті құдағи болып, тойдың көркін қыздырған болатын. Жаздың жайдары күндері бітіп, күз тақалған кез еді. Апайы өте ашушаң, қызыба болып алған. Байқайды, кейінгі кезде Ербол докторанты кафедраға келмек түгілі телефонда әзер алатын халге жеткен бе қалай? Мына құжаттарды тезірек министрлікке апарып тапсыр деген бұйрығына ауылда едім келіншегіммен, келе алмаймын деп жауап қатқан. Бұрынғыдай емес, даусы емін жарқын шығады. Анау күні де: келініңіздің аяғы ауыр, соған күтім керек, қарайласамын деп сылтауратқан. Алтын апайы ішінен: қап бәлем, қатын жанды бола қалғаны мұны бір сілкіп орнына қою керек деп шешкен. Барлығы жазғы демалыстан шығып, университет өмірі жандана түсті. Өздерін үш арыс деп атайтын үштік одақ Алтын апайы, Сәния, баршындар жаз бойы көрген-білгенін айтып, кафедрада ұзақ отырды. Аузы дүрдиіп баршын сөз алған. Алтын апай: «Біздің жазған монографияны кеңесте жарамсыз» депті Тоқтар Амантайұлы. Сол кісі үнемі ілгіздеп жүреді ғой, өзімен сөйлесіп көндіріп көру керек еді. Әй қайдам, ол бір өзінше әділ, шыншыл ғой. Іші талапқа сай болса болды емес пе, не қыл дейді олар. Қазір жоғарыдан телефон соқтырам, уайымдамаңдар деп апайлары сабырлы қалыппен. Айтқандай, үшеуінің жабыла жазған монографиялары сынға ұшырап баспаға өтпей қалған. Барлығына кінәланау Тоқтар бәле, қап сен отпен ойнап отыр екенсің деп ызалана түскен. Сонда Алтын: бұрынғыдай шай ішейік апай деп тұратын Ербол да жоқ бүгін. Соңғы 500 теңгесін алып астыға асханаға келді. Қанша ақша тапса да берекесі жоқ. Ұлы бір, қызы бір ақша сұрап мазасын кетіреді. Үш күйеуге тиіп, не баладан, не байдан қызық көрмедім деп қояды оңашада өзіне. Бір шай мен коржықты алып шеткі үстелге отыра кетті. Адам көп емес екен. Мына монографияны қалай да болса шығару керек деп ойлады ішінен. Әлде Тоқтардың тамырын басып көру керек пе? Оған Сәнияны жіберсе қалай болар екен? Екеуі оңашада қонақ үйде кездесіп: әй қайдам, ол жағы болай қояр ма? Бұл бір тон мойын тік азамат дейді ғой елдер, деп ойлап қойды. Осылай ой үстінде шырмалып отырғанда алдыңғы үстелде емін жарқын әңгімелесіп отырған сол дұшпанын көріп қалмасы бар ма? Жанына екі әйелді отырғызып, не айтып жатыр екен сонша деп сол жаққа елеңдей қарады. Байқаса, қарама-қарсы отырған Ерболдың келіншегі Алуа секілді. Бар ынта-шынтасымен әріптесінің әңгімесін тыңдап отыр екен. Екінші әйел де бұларға қосылып қояды. Басына бір ой сап ете түсті. Осыған дейін мән бермепті. Арасында бұларды осы асханада көріп қалатын. Алуа осы ғалымсымақтың қол астында істейді. Әріптес қана емес, осылар бірдеңе емес пе? Әй Алтын, дегенмен ақылдысың.
Тоқтар Амантайұлы қол астындағы жас маманмен жақсы екен деп бір сыбыр етсем, бүкіл университет лезде шулап кетер деп шайтани ойға беріліп кетті масаттана. Жаман сөз жерде жатсын ба? Қызметтестер хикаясын айтып, өзек сөз желдей есіп жүрді. Бірі мүмкін емес ондай деп кесіп айтса. Тіпті біреулер Алуаның құрсағындағы сәби Тоқтардікі екен деп жара үстіне тұз сепкендей болды сол кезде. Алуа университетке ентеге кірді. Бұрынғыдай жалын атқан көздер жоқ. Өңі боп-боз. Сыпсың сөзден шаршап жұмыстан шығуға өтініш жазбақшы. Әріптестер де бұдан сырт айналғандай болып міңгірлеп амандасты. Қазір 10 минуттан кейін жиналыс. Барлығы қатыссын. Алуа сен де қал, деді Тоқтар Амантайұлы кабинетінен шығып. Сонымен барлығы жиналып басшының ашулы жүзін көріп қаймығып қалды. Құрметті әріптестер, ең алдымен сіздердің бастарыңызды не үшін жинап отырғанымды білерсіздер. Алуа Ержанқызы жас болса да бас боларлық білімді, мықты маман. Осы бір өсек сөзді естігенімде алдымен қатты ашуландым. Әріптес ретінде ой бөлісіп пікір алмассақ, асханадан бір шыны шай ішіп, ағалық ақылымды айтып, әріптес ретінде қолдап жүрсем, бұл менің моральға қарсы әрекетім емес. Қайта сырттан том ішіп, біреудің орнын арына, намысына қол тигізетіндердің өресінің төмендігі. Академиялық орта емес, тура базар болды не болса да. Ал сен, Алуа, ешқайда кетпейсің. Бізге сендей мамандар қажет. Не болса да тоқ етерін айтатын Тоқтар Амантайұлының мына сөздері зілдей болды. Барлығы үрпейісіп жұмыстарына кіріскен сол күні. Ал Ербол болса әйелін аңдып әлек болды. Үйден береке кеткелі қашан. Аузына арақты татып алмайтын ол өлердей мас болып, әйеліне қол көтеретінді шығарды. Онсыз да жаны жаралы Алуа мынадан кейін кетуге бел буды. Алуаның әкесі қызының қиналғанын көріп алып кеткен еді. 3 бөлмелі үйде жалғыз қалған Ербол жынданып, не істерін білмей тыпыршып қалды. Міне, содан бері 10 жылдың жүзі болды. Ербол докторанты сол қыстан кейін қолын бір сілтеп мүлдем ат ізін салмай кетті. Арақпен достасқалы қашан. Ербол да, Алуа да ұмыт бола бастаған. Бүгін апайы жайсыз оянды. Қара терге малшынып кеткені. Күндегі әдеті бойынша оразасын ашпай университет жаққа асықты. Көк мұзда тайып аялдамаға әзер келе жатыр. Бар ойы кафедраға ерте барып, шай ішіп, магистранттарға жаздырған мақаланы тексертіп баспаға жіберу. Ондағысы осы жылы ең өнімді жұмыс жасаған ғалымдардың қатарында болудың қамы. Әлгі добалдай қарағыз жасса, тағы да ынменіңді айыра алмай 1045 қате жіберген шығар. Жаңа жылға не сыйлық берер екен, Не болса да осы жолы алтын сағат деп намек тастау керек. Ана Алманың емтихан кестесін қарап шығуым керек. Студенттердің 2-3-еуін ұйымдастырып, бағаны әділ қоймайды деп бір шу шығарса, қалай болар екен деп ойлап қояды. Осылай ойы сан-саққа жүгіріп келе жатқанда, қалдарыстан қатты жылдамдықпен шыққан қара көліктің соққысынан артқа шалқая қара құспен түсті. Өңі боп-боз боп, бұған жеткен мұртты сыптай жігітті көріп, көз жанарынан таныды. Құдай-ау, Ербол ғой, докторант Ербол. Кешіріңізші деп жан ұшыра айғайлады ол бейшара. Кешірші деуге ғана шамасы келіп, апайы қара түнекке еніп кетті.